Аз вақайларақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Ленуза Бурсиитова çalışам. Хайырлы ақшамлар. Хавсыз Кырым. 2023 сененің сонуна безопасный город адлы система толлу шекилде çalışacak. Өз зайыф ерлерімізні білеміз. Оларны yok etmek üzerinde çalışamыз. Zarar көргенлерге тазминатлар yakın толу шекилде берілді. Yarımadаны су басулардан қорчалacaklar. Қызыл зонадан ешіл зонаға. Сентябрь айынан башлап бүгінге реабилитацияға 143 адам қабыл олынды. Қырымда ковидтен соңғы реабилитация фаал шекілде инкишаф ете. Таныш сесінің сайыбы ақында сырларны açamыз. Алып бұржылардан радио сесері бұтын Қырымда ве ондан тышкен ғырай 99 ве 5 дылғасыны машнада евде ве атта иштейен ғырай. Ватан седасы радионың алып барыжысы Эльвиде Бекирова ақында икәйе етеміз. Қырымда су басуға қаршы чарелерінің толы жетвелі қабыл етілді. Ве Русия Федерациясының акимиеті или уйғынлаштыру басамағында болуна. Бұқта Женюби федераль бөлгеде президентінің там темселжісі Владимир Устиновның реберлігінде кечкен топлашуда Сергей Аксенов хабер етті. Бөлі етіп, Жұмхурет территориясында екененев бетчі диспетчер қызметлері яратылды, ве донатылды. Олар 25 муниципаль құрылышта геже күндіз çalışалар. 2023 сененің сонуна безопасный город адлы система толлу шекилде çalışacak. Өз зайыф ерлерімізні білеміз. Оларны yok etmek üzerinde çalışamыз. Zarar көргенлерге тазминатлар yakın толу шекилде берілді. Шымды мескен одалар тамиратына төлевлер берілуіні екінлейміз. Ве мескенні жойғанларға тазминат айырамыз. Бу умумен алғанда Керич ве Ялтада 18 квартира ве 3 чоқ квартиралы ev. Автанын сонуна же бу işni екінлейжеміз. Мевзуи сергілер, мектеплерде дерслер ве илми амили конференциялар бұтын Қырымда октябрінің 18-інде кечежек. Бұтет бірлер Қырым Мұхтари Совет Социалистик Жұмхуриетінің темелі яратылғанын 100 елігіна бағышлана. Бұндан да ғайры медени ве тасил мойселерде милли телеканалы или яратылған весиқалы фильм тақдим етілежек. Cumhuriyet Rehberligi bayram tedbirlerini keçirmek kararının beraber Kırımlılar özleri de böyle teşebbüsnen çıktılar. Bu timsal taşıgan kun ve tekvimde olğanı için değil, o gerçekten de adamlarının yüreklerinde yaşay. Bazıları hatırlay, yaşlarının kemerleri ise böyle kun olğanı hakkında işiter. Ogde o senelerinin vakayları hakkında kitaplar yazmak planları var. Kırım vakit öz çok milletliginin belli edi. Ve 100 yıllık nevbetteki keret azdıklay. Kırım vakit çok milletli edi. Şimdi de öyle ve ileride böyle olacak. Ve Kırım'ın episi halkları vakit ozara til tapa ediler. Vakit barışık ve muhabbetlikte yaşap Kırım'ını abadanlaştırmağa, inkişaf etmeye tırışalar. Ахмежітте яңы канализацион коллектор 70%-ға азыр. Құрыжылық федераль мақсадлы программа черчевесінде алып барыла. Үшлерінің фияты 11 миллиард рубледен зияде, 17 километрден тахменен 10 километр магистраль ерлештірілді. Үшлерінің кетішат ақында Сабина Дениева. Ахмежітте канализацион коллекторын құрыжылығы тоқтавсыз, геже көндос алып барыла. 17,5 километр. Яны коллекторның ұзынлығы бұл қадар. Микротоннель комплексны бұр оператор идаре еті. Епісі параметрлер идаре етув пультында көстірілі. Жұмхуриетімізді бөле донатма илксифер қоланыла. Траншея қазылмай, ишлер қапралы шекелді алып барыла. Бұл экологик технология. Хавсыз ве үстікі коммуникацияларға кедер етмей. Шымды объект 70%-ға азыр. Панеллерні кечкен машина. О топрақ түбінден боруларны чеке. Яни ачық шекілде қазмақтың чаресі олмаған ерлерде иш бойле япыла. Бұл құрыжылық жереніні идаре еткен меркездар. Коллектордан ғайры, біз әмде олған ағларының реконструкциясыны кечереміз. Бір-біріне авышамыз. Бұл стоклар коллекторға түшмелері үшін. Бір суткада тоннельнің 15 метрны ерлештірелер. Бұрның диаметры 2,5 метрден 3 метрге же. Енді тоннельнің 10 зиеде метрі құрылды. Біз сізнен 6-шы шақтада бұлынамыз, Ленина бульварында. Бұл ерде техник донатылып бойынша ишлер алып барыла. Бұл ерде демір бетон қатлар, босағалар, қоралар монтаж етілежек. 4-шы шақта ішке қошылығы бойынша ишлер кете ве оны техник жеттен донаталар.
Умумен коллектор тек Крым пайтақтана дегилде Бутун Ахмезжит районына хызмет көстіре білежек. Шындықы вақыт комплекс монтажы алып барыла. 1000 миллиметрлік диаметрі олған борыны қошамыз. Бұ оның ішкі диаметрі. Тыштан ісе 1270. Яғни борының қалынлығы 135 миллиметріні тешкелеті. Бүгін геже сменада ішіні башламаға планлаштырамыз. Шымды ісе монтаж кете. Терен ерлештірілген коллекторын фияты 11 миллиард рублиден зиеді. Үстен бақында коллектор ақында тек люк хатырлатacak. Мисал оларақ, Калинина соқақында енді елны асфальтын төшіп, территорияны абынылаштырылып башладылар. Шының үшін бұ чапрас яқын вақытта ачық олacak. Ишлер график бойынша алып барыла. Объектны 2023 сене ноябрь айында тапшырмаға планлаштыралар. Сабина Денива, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Весиқасыз ве санитар нормалары риает етілмезден. Қанунсыз тижаретке қаршы көреш бойынша невбетте рейдні Ахмеджит мемориятының хадимлері кечірділер. Бұзужилар үшін жаза насыл ола білгеніні мұхберлеріміз сұраштырды. Бу сене берекет пек яхшы бостанен оғрашқанлар өзүнден артқаныны шер базарларына чықарып саталар. Ама бұның үшін тижари ер алып кира парасыны төлемек керек. Бу ердеке тижари ноқталар канун бойынша чалыша. Епсы весиқалар доғру. Тешкіровден қорқмайлар канунсыз чалышқанлар есе бөледі гіл. Бибер соған ешілік, ершей аяқ тубынды. Канунсыз шекілде чалышқанлар ишандыралар. Олар ось мақсулатыны өзлері асырадылар ве пара қазанмаға тырышалар. Мне 85 лет. Мен 85 яшындам. Мен мына бу ерде турам. Фуқарелікке қаршы көрешем. Бізге кім пара берер? Алимия Абдурахманова 20 йылдан зияде тижаретнен оғраша. Оның фікірінше, бу ішті ершей канун бойынша алумалы. Они торгуют там, где люди спотыкаются об ихнюю зелень. Олар сатқан ерде адамлар оларның ешірлігіне сүренелер, басқалайлар, базылары түпіре. Не айтсаң, айт адамлар алалар, чүнки анда фиятлар бізден 5 рублеге учуз. Шер мемориеті Эркун 4 ел давамында канунсыз тижаретні тоқтатмақ бойынша рейдлер кечірелер. Шернің чет ерлеріні тешкерелер ве буюк базарларында чалышалар. Орта дәрежеде бір аптада тахминен 50 мемори протокол тізіле. Қырым Жүмхуриетінің 117-ші кануны бойынша физик шақыслар үшін мемори месулиетлік бар. 4.000-ден 5.000 рублегеже. Бұндан ғайры айры алларда тенбиелев ола біле. Аңлатув үшлері ақында айтсақ, бұл үш мұнтазам суретте алып барыла. Кім үш еріні тапса, тапар, бұ ағыр дегіл. Бұ адамның істегіне бағлы. Елінің башындан Берлі мемори техник контроль департаментінің хадимлері 1700-ден зияде мемори протокол тізделер. Весе 2 миллион рубледен зияде пара жазасы язылды. Айша Шулакова, Сусана Садыкова, Арсен Фукала, Милет үшін. Маскасы олмаған мұхтереге 30 бенгеже, сатыжыға 50 бенгеже пара жазасы. Роспотребнадзор талапларына құлақ асмайып, шақси қорчала васталарыны құланмаған ларға бойле жөреме тейінлеме біле. Ахмеджитнің бұйық супермаркетлерінден бірінде ковидке қаршы тепсиелер насыл риает етілгені ақында Алиме Мустафаева тариф ете. Тибби маска олмаса супермаркетке кірмек мүмкін дегіл. Бұны қаравулар диққат еле көзетелер. Маскаңызны тақыңыз, лютфен. Хавсызлық месафесі, елерінің дезинфекциясы ве маска режимі эсас санитар-эпидемиологик қайделер бойле. Кіріш ерде дезинфекция аппаратлары тура елеріңні яқын кетіргеніңнен антисептик озы септіре. Тамара Масенко өзінің ве яқынларының сағлығына мұқайд. Пандемия башланғандан берлі эпсі тефселерге көре иш тута. Респиратор яда екі маска тақа мұтлаға қолчақ, құсусан автобуста. Евге қайтқан соң масканы пакетке қоям. Дезинфекция етем, оны сықып бағлайым ве балконға асам. Эркун түкенларда адамлардың ақымы пек бұйық дезинфекция хафлы вирустан ишанчылы қорчалавдыр. Біз мұтлақа теміз ерлеріні эпсіні бактерияларыны өлдірген илажінен сұртеміз. Ұшқыну девамында 2 сат бойлы әрекетлеріні текрарлаймыз. Санитар-эпидемиологик чарелер риает етлюві бойынша мониторинг мұнтазам суретте кечірле. Арабачықларыны сүртеміз, 2 сат кассаларда ерлештірілген қорчалайыжы жамларыны. Месафет ұтамыз ве чешіт бактерияларға ел бермемеге тұрышамыз. Ахмеджитте Эркун махсус мобиль группалар чалыша, олар рейдлер кечірелер. Бозулар табылған вақыт мобиль группа бірінші актізе. Етішмемезліклеріні қайдете, бозуларны түзетмек үшін бір судқа беріле. Бұл мудеттен соң мобиль группа текрар чықыш ете.
Дүкенға маскасыз келген адам яда тенбиеліне, яда она 1.000-ден 30.000-ге же пара жазасы тайынлене. Маскасыз мұхтериге 1-1 шей сатқан кассирге есе жөреме 10.000-ден 50.000-ге же ола біле. Алиме Мустафаева, Аким Бекиров, Миллет үчүн. Кырымда ковидтен соңки реабилитация йөнелешин кешаф ете. Бутун мемлекеттен коронавирус ве ақжигерлерінің дігер хасталықларына оғраған дігер адамлар бұл ерге сағылықларыны түзетмеге келелер. Мұхбирлеріміз мевзуны девам етмеге азырлар. Якын 2 апта реанимация бүлігінді Виталий Гадю коронавирусын ағыр шекіліні кечірді. Реабилитацияға екімнің йолынмасынен етіп келді. Мұзбет динамиканы бұрынжы күнлерден дуйып башлады. Мен енді баяғы ұзаққа кезініп башладым. Тоқтавсыз ве ратланмаздан. Сатурация менде 95, бұл менімде яқшы көстергішлер. Юқары қатларға көтерілмек еңгілже, яғни 5 күнде бұл қадар бұйық фарқ көріне. Бұл Бақшисарай районында ерлешкен хастахане ковидны кечіргенлерні яқында қабыл етіп башлады. Реабилитация бөлігінде 30 ер сағлық сақлақ назірлігінің емді құрымның ичтимайы құрывының тәшібісідір. Сентябрь айындан башлап бүгінге же реабилитацияға 143 адам қабыл олынды. Егер ковидны кім кечірді деп сорасаңыз, бұл олар арасында 34 адамдыр. Орта яш 37 ве ондан зияде. Бөлігімізде ковидны кечіргенлер 7 адам педавилене. Ербір хастаға Айрыджа Янашув. Кемер адамлар икемлердің тахмилеріне көре 1-2 ел көч тапламақ керек олажақ. Елда 2 керемында келем. Оларның ванналары ажайып, процедуралар кабинетлерінде коллектив пек яқшы. Массаж япқанлар да ұсталар. Шуның үшін мен мында қатнайым ве ичте язықсынмайым. Тіби мосисінің техник базасы дайыма янартыла. Земанви аппаратлар физиотерапия комплексінен бері-берлікті тезілівінің тезілештірелер. Бұ ерге бұтын мемлекетіміздің ғайры яқын ве ұзақ четелден адамлар келелер. Бұл бұтын сабық Совет бірлігі қошма оларақ Авропа мемлекетлері. Израиль, Алмания, Исвечре бұл сене біз боле статистикалы барамыз. 280-ден зияде адам қытадан келді. Бұл Русиелелер. Ерлі мосеселерге мұражат еткенлер ве икімнің йолынмасыны алғанлар бұл ерді реабилитация курсыны кече білелер. Елда бір қашкере сағылықны түзетмек мүмкін. Более госпитализация тахминен 2 hafta devam ете. Стационар тедавилену курсы девамында сықалда реабилитацион команда топлана ве олар реабилитацияны доғырлaf üzerinde түшінелер. Бұл елбет хастаның алына бағлы ола. Болюктен евге қайтарылған соң біле, оны ақта ұнутмайлар. Тевсиелер беріле. Ковидтен соң ғайрыдан тікленув, тедавилену вынен оғырашқан хастахане шымдылік ерімадада екенедір. Жымхуриетін сағлық сақлав нәзірлігі Қырымның дегер тіби мосеселерінде более юнелішті бүліклеріні ачмаға ниетлене. Сабина Дениева, Дауд Чахалов, Эрвин Эмиралиев. Милет үчүн, Бахчисарай районы. Эмратлық байрам күнлері іште. О үш бір вақыт лаф етмектен безмей. Ама бұл бош лаф дегіл. Оның вазифесі радио эфир вастасынен яқшы кейф бағышламақтыр. Бізім даими миллет ве оның команда садлы рубрикамызда радио дүниясының сырларыны біраз ашмаға ниетлендік. Бүгін біз ватан седасы радиолы баражысы Эльвиде Бекирова ақында икәйе етеміз. Шубесіз радио ве телевидение аятыны бірчоқ шейлер бағлай. Им радио, им телевидение бұл тылсымлы ве мужизеви бір дүниядыр. Ве аят мені бір кере радиоға алып кетірді. Шымды секелініз радио дүниясынен яқынжа таныш олайық. Сабалар хайыр сағы достар, жәнректен сізлеріні радиомыздың дағаларында селамлайым. Радио бұл бойле бір яшайыш үслебі. Ватан седасы эфирлердің алы бараджысы Эльвиде Бекирова шаблон бойынша çalışmaға алышмады. Оның үшін жанлы эфирде çalışмақ пек мерақлы. Дінлейджі ер шайыны, сезгеніні, дойғаныны ве айтылған ер бір сөзге ишенғаныны яқшы біле. Алло, бұл ватан седасы, селам алейкум. Қорқу yok, ама месулетлік пек бойық. Радиода визуаль усуларны құланмақ чаре yok. Монда текев ве ачық гөнүл. Ве қараманымыз үшін да бір моймшей, бұл самимилік дінлейджілерден бір кішінен бақ тізмектір. Бір адамны яш қартны анламақ ве дінлемек сес ве ичеде Янашув Эвилден бұршай азырланмай. Сенің esas вазифен сес ярдымынен толысыне дінлейжіге тесір етмеге елбетте. О, ләқайт қалсын бірде-бір ернен, малуматнен, түшінжеге далсын ве бөрелікнен.
өз аятлы девам етсін, çünkü elbette erkun çalışamız. Biz de radyo erkun çalışa ve erkun elbette aynı malumatını vermege pek doğru değil. Onun için sen yanı bir şeylerini açasın, diğer radyolarını dinleysin. Erkun 5 saat devamında canlı efirde. O Kırım Edipleri adlı rubrikanı alıp bara. Bu Kırım Tatar yazıcıları ve şehirlerinin yaşayış ve icat yolları hakkında proyekt. Haftada bir kere müzik ezgileri programması çıka. Efirde yanındaşı müzikal premieralar ve icracılar hakkında tarif etti. Kırım Tatar Tili filologının Millet telekanalına yolu 4 yıl evvelsi başlanған еді. Ta balalıktan Elvide Bekirova ömrünü jurnalistikanın bayılacağını bileydi. Hayat meni tesadüfen radyoga getirdi. Ve başta men haberlerini alıp baraydım. Sonra ise DJ olarak özümüzüne baktım. Elbette mında haberlerge bakanda da ciddilik talep etken bir iş. Mında ise daha da çok icadi bir kısımga geçesin, düşüncelerine birlikte kalasın. Vatan Sedasını dinleyenlerinin sayısı kun-kunden arta. Radyo öz unikalligini saklap kala. Haftada 7 gün kunde 24 saat aktual haberler, musafirler, samimi subetler ve Çalgıcı Live programmasında canlı müzika. Vatan Sedası yarımadanın yaşayışında bir vakıyanı kaçırmay. Alıp barcılardan radyo sesleri butun Kırım'da ve ondan tış yankıray 99 ve 5 dalgasını maşnada, evde ve hatta işte yankıray. Çeşit cedvellerinin birinci satırlarında bulunmak için er vakit mükemmelleşmek gerek. Elvide Bekirova'nın öz usulları var. Elbette ne ilhamlandıra? Kırım ilhamlandıra. Aslında Kırım acayip bir yerdir. Gerçekten de tabiat muhteşemdir. Ve sonra elbette endi zenatın, tırnen, edebiyatın bağlı olganda mecbur değilsin, belki de mecbursun, meraklanasın. Edebiyatın, Kırım Tatar edebiyatının elbette men Kırım Tatar edebiyatının ta balalıktan meraklanaydım. Bundan da gayrı aslında Kur'an'tamda ana tilimizge sevgi açlanğan edi ta balalıktan. Ustalık ve icadi yanaşıv Vatan Sedası komandası yapkan işin neticesi milyonlarca dinleyici. Olar Kırım'ın köşelerinde ve Yarımadadan tış çeşit uzak yerlerde tuğan ayınkli sevimli tilimizde. Bir sözünü sanki tutup alalar. Sabina Diniyeva, Akim Bekirov, Millet için. Bu noktada yekünleyim, bazile olаңыз.